Неде деп ойлайсыз жалпы енді өзіңіз? Техника бойынша технология бесбас. Сіз өзіңіз біліп отырсыз ғой. Дегелер болған да шығар, бәлкім. Сондай кезде өзіңізді қалай басқарасыз? Ұжымда өзіңізді қалай ұстайсыз? Бір балабақшамды өзгертсем ғой деген сияқты бір ойлар туындамады ма? Қайырлы құрметті достар, сіздермен бірге Тәрбие толық подкасты. Бұл подкаст білім, тәрбие және мектеп пен балабақша өміріндегі маңызды мәселелер туралы әңгіме қозғайтын ашық әңгіме алаңы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазіргі балабақша педагогикасы, трендтер, талаптар және болашақ. Ал бүгінгі біздің спикеріміз нөмірі 48-ші Шаттық балабақшасының меңгерушісі Балмағамбетова Назгүл Ізмұхамбетова. Қош келдіңіз. Қалайсыз, көңіліңіз жақсы ма? Жақсы, ендеше бүгінгі сұхбатымыз бастайық. Ең әуелі сізге қояр сауалым, өзіңіз туралы кішігірім оқырмандарымызға таныстырып өтсеңіз, бұл салаға қалай келдіңіз, еңбек жолыңыз туралы? Қайырлы күн. Ең бірінші сізге подкастқа шақырғаныңызға көп рахмет айтамын. Енді осы салаға 2002 жылы Құдайберген Жұманов атындағы университетін аяқтап, тәрбиеші болып жұмыс жасадым. 2006 жылы номер 24-ші Аққу балабақшасында 9 жыл әдіскер жұмысын атқардым. 2015 жылы жаңадан ашылған номер 47-ші Нұрай балабақшасына меңгеруші болып тағайындалдым. 8 жыл меңгеруші жұмысын атқарып, ротация бойынша номер 48-ші Шаттық балабақшасына ауыстым. 2 жылдан бері Шаттық балабақшасында меңгеруші жұмысын атқарып жатырмын. 8 жыл еңбек өтіліңіз бар, иә? Меңгеруші ретінде. Жоқ, 10 жыл меңгеруші нем бар, еңбек өтілім. Себебі 8 жыл 47 Нұрай балабақшасында жұмыс жасадым. 2 жыл қазіргі уақытта номер 48-ші Шаттық балабақшасында жұмыс жасап жатырмын. Жалпы 10 жыл өтіңіз ме? Тамаша, керемет. Жалпы сіздің тәжірибеңіз бар екен ғой. Соның арқасында қазір Шаттық балабақшасына сұраныс өте көп. Ал енді осылай сіздің қазір жұмыс істеп жатқан балабақшаңыздың сұранысының артуының себеп неде? Ата-аналармен бір белгілі бір тактика бар ма сөйлесуде, болмаса маркетинг жағыңыз жақсы дамыған ба? Сіздерді көп мақтап жатады. Неде деп ойлайсыз жалпы енді өзіңіз? Сырт көз солай айтады бізге. Шаттық балабақшасы мықты дейді. Енді фактордың бірі, мен ойлаймын, педагогтардың әр баламен жан-жақты жұмыс жүргізу және ізденімпаздығы деп. Ол арқылы педагог жаңағыдай өз деңгейін көтерген арқылы баланың білім сапасын да көтере алады. Білім сапасын. Ал педагогтеріңіз жаңашыл ма сіздердің? Енді қазіргі заманауи технологиямен жұмыс жасағаннан кейін біздің балабақшамызда 80% педагог жас құрам. Енді қазіргі уақытта жаңашыл заманауи технологиямен жұмыс жасағаннан кейін барлығы трендтен қалмай, осы жаңашыл педагогтарымыз не істемей, қорықпай жұмыс жүргізеді деп айтуға болады. Жалпы қиындық тудырмайды ол кісілерге, иә? Жоқ, ол кісілерге қиындық тудырмайды. Ал қандай трендтерді байқадыңыздар мысалы? Бір жаңаша, бір сіздің балабақшаңыз алып келген. Енді осы уақытқа дейін біздер бірнеше жұмыстарды озық технологиялармен жұмыс жасап келдік. Оның бірі Мария Монтессори технологиясы. Ол жерде 5 аймақпен жұмыс жүргізіледі. Мария Монтессори технологиясы бойынша ол күнделікті жұмыс жасау, күнделікті қоршаған ортаны дамыту бойынша. Енді одан бөлек Николай Зайцев технологиясын қолға алдық. Бұл жерде көбеке Зайцева дейді. Әр көбекте әріп жасалған, соған байланысты баланы сөйлету технологиясы деп айталады. Бұл жерде баланы әріп арқылы жаңағы балалармен жұмыс жүргізу. Әріп арқылы баланы жаңағыдай оқыту. Енді олар әріп танымайды ғой. Негізгі сол бастапқы баспалдағын салып беру, сол әдіс арқылы. Одан бөлек Фридрих Фрейбелдің технологиясын қолға алып отырмыз. Ол дейтін ерте жастан дамыту технологиясы. Бұл жерде балалармен 6 сый бойынша жұмыс жасау. 6 сый? 6 сый бар. Фридрих Фрейбелдің 6 сыйы бар. 6 сый бойынша арнайы технологияның бөлімдері бар, солармен жұмыс жүргіземіз. Бұл ерте жастан балалармен жұмыс жүргізілетін технологияның бірі. Одан бөлек Владимир Воскобойчтың технологиясы ойын арқылы балалармен жұмыс жүргізу. Ойын арқылы. Енді қазіргі трендтегі жұмыс жасап жатқан технологиялардың бірі енді жасанды интеллект. Біз қолға алып отырғанымыз жасанды интеллект, IT технологиясы. IT технологиясын қолға алып жатырмыз, және де STEM технология бойынша былтырғы жылдан бастап жұмыс жасап жатырмыз. STEM технологияның 5 бағыты бар. Оның бірі ең бірінші ғылым,
зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Одан бөлек инженерия құрастыру, одан бөлек арт өнер, бұл жерде шығармашылығын дамыту, және де математика. Әрдайым математика барлық технологияларда бар, себебі санап үйрету біздің ең бірінші мақсатымыз. 5 бағытта тұрады STEM технологиясы. Ол құрастыру, инженерия деп айтып кеттім, жаңағы ең біріншісі ғылым, зерттеу, сосын технология. Технология, робототехника бойынша технология 5 бағыт. Сіз өзіңіз біліп отырсыз ғой. Сол 5 бағытта STEM технологиясын қолға алып, осы трендтегі жұмыс жүргізіп жатырмыз. Одан бөлек сендплей құм ойын терапиясын да қолға алып, биылғы жылдан бастап жоғарғы деңгейде бұл жерде құмға тоқталатын болсақ, қазіргі балдар құммен ойнамайды ғой. Өте пайдасы көп құмның негізі. Бұл жерде құмды қалай балаға қызығушылығын арттырамыз. Бұл жерде құмның әртүрлі ат. Жұмсақ құм болады, ылғал құм болады, құрғақ құм болады, және де баланың жаңағыдай түрлі түсті құмдар болады. Сол енді сендплей құм ойын терапиясында тек қана құмға тоқталмайды. Бұл жерде су, тас, балшық. Балшықпен ганчар деген технологияны қолға алдық. Ганчармен құмырақ құрастыру. Осы технологиямен жұмыс жасаймыз. Ал таста енді малбырс тастары деген технология бар ғой. Сол малбырс тастарын алған уақытта ол тоже 5 бөлімге бөлінеді. Ол 5 дағдыға. Мысалы, математика дағдысында малбырс тастарында санап үйрету. Ал шығармашылық дағдысында балаларға сурет салу, тастарға сурет салу. Денсаулық дағдысында балаларға сол тас арқылы жүгіріп, секіріп, жаңа денсаулық арқылы денсаулығын нығайтуға бірнеше жұмыстарды өткізуге болады. Трендтегі алып отқан технологияларымыз осы қазіргі уақытта сендплей құм ойын терапиясы, STEM технологиясы және жасанды интеллект IT технологиясы. Мектепке дейінгі білімді қалыптастыру үшін бірнеше технологияларды енгізген, техникаларды жалпы трендтерді енгізген екенсіздер, өте керемет. Бұны алып келген кім? Жаңа жас мамандар ма әлде? Оны бір алып келетін, бекітетін адам бар ма сол жүйені? Жоқ, біздің балабақшамызда әр апта сайын шығармашылық топ деген бар. Шығармашылық топ жұмыс жасайды. Сол жерде шығармашылық топта мына қандай технология, жаңадан заманауи технологиялар шығып жатыр, соған байланысты әлеуметтік желісінде де, барлық жерде де, интернеттен қарағанда заманауи технологиялар көп қой қазір. Соны әр тәрбиешіге, педагогқа тапсырма ретінде беріледі. Жоспарлы түрде 9 айға бәріне бір технологиядан беріледі. Соны сол қолға алған педагог соны дамытады және де слайд арқылы көрсетеді. Келесі шығармашылық топта барлық сол 17 педагогымыз соған байланысты жұмыстарын әкеліп, балалармен жұмыстарын көрсетеді. Мамандарды дамыту үшін осындай бір тапсырмалар мүмкіндіктер. Шығармашылық топ арқылы тәлімгерлік жұмыс, жас мамандармен жұмыс. Өте керемет. Басқа да балабақша басшыларына бір жағымды, маңызды ақпарат болар деп ойлаймыз. Ал енді бұндай жаңашылдыққа бейім кадрды ұстап отыру да оңай шаруа емес. Бір кикілжің бірдеңелер болған да шығар, бәлкім. Сондай кезде өзіңізді қалай басқарасыз? Ұжымда өзіңізді қалай ұстайсыз? Бір ұжым басқарудың бір стратегиялық бір құрылымы бар ма? Өзіңіздің ойыңызда бөлісетін бір эврика деп өзгелер таңғалатындай бір өзгешелік бар ма? Кадр басқаруыңызды білсеңіз. Жылдың аяғында әр кадрды марапаттау жұмыстар жүргіземіз. Ол да мен ойлаймын, бұлай балабақшада әр педагог өзін енді жаңа технология болсын, заманауи технология болсын, жаңа технология қолға алып, оны дамытып жүргізу үшін мотивация беру керек қой. Енді мотивация беру үшін қаражат жағынан бізде қосымша қызмет деген бар. Сол бойынша қаражат жағынан жылдың аяғында мониторинг бойынша осындай жетістікке жеткен педагогтарымызға марапаттау рәсімін жасап, осындай ақшалай қаражат ретінде беріледі. Премия, сыйақы. Осы біздің қосымша қызмет, ақылы қосымша қызмет бойынша беріледі. Жақсы. Енді өмір болғаннан кейін инклюзивті білім беру талабы да бар қазіргі кезде, ерекше білім беруді қажет ететін оқушыларға, жалпы балаларға балабақшаңызда қандай жұмыстар жүргізіп жатыр? Енді ерекше білім беру бойынша, инклюзивтік білім беру бойынша балабақшамызда бірнеше балдар бар. Оларға біздер жеке жұмыстарды жүргізу барысында бірнеше кабинеттер аштық. Былтырғы жылы 8 кабинет ашылды. Енді бұл 8 кабинеттің ішінде баланың жеке дамуына, жеке жұмыс жасауына робототехника кабинеті бар бізде.
робототехника кабинеті бар, және де құм ойын терапиясы, айтып кеттім ғой, құм ойын терапиясы бойынша оның өзінің арнайы кабинеті бар. Сосын ғарыш әлеміндегі планетарий кабинеті бар. Баланың ой өрісін дамытуға, қиялын дамытуға арнайы сол мына ғарыш әлемінде деген планетарий кабинеті бар. Енді жеке бала өзінің қиялын дамытып сурет салу үшін изостудиямыз бар. Енді 8 кабинеттің бірі изостудия. Бұл жерде бала шығармашылығын дамыту барысында осындай енді ең бірінші баланың қызығушылығы эбру технологиясына нетеді, жаңағыдай қызығушылық арттырады. Себебі эбру технологиясында соңында сюрпризіне енді сюрприз қазақша қалай айтатын еді? Сыйлық. Жоқ, сыйлық емес. Жоқ, тосын сыйда емес, даже бала жаңа эбру технологиясын жасаған уақытта соңында алған технологияны бит пайдаланған уақытта балада сюрприз болады деген қалайша таңғалады деген. Таңданыс қой, таңғалу. Удивление бұл. Енді сондай сол технологияны баланың көп алған жақсы көреді. Жақсы әсер алады десеңізші. Жақсы әсер алады, дұрыс айтасыз, жақсы әсер алады. Сол эбру технологиясын сол біздің изостудиямызда көп пайдаланамыз. Сосын одан бөлек бестемше кабинеті бар, асық терапиясы кабинеті бар, және де өзіміздің ұлттық құндылықтар кабинетімізді бірнеше түрінен жасақталған 8 кабинеттің ішінде осы кабинеттердің бірі. Сосын одан бөлек айтып кететін болсам, сенсорика кабинетінде сенсорлық бөлме деген кабинет бар. Ода бала өз жаңағыдай айтады ғой, оқшалануына байланысты бала өз еркін қандай немен ойнағысы келеді, нені пайдаланғысы келеді, сондай сенсорика бойынша мына моторикасын дамыту үшін, мына саусақ моторика дамыған уақытта баланың ойлау қабілеті дамиды ғой, ми қиылыстары дамиды. Соған байланысты сол сенсорика кабинетінде де оқшалану бұрыштары бар. Өте керемет. Біршама мүмкіндіктер бар екен, ерекше білімді қажет ететін балаларға да. Сосын ерекше білім беру қажет ететін балаларға бір кететін болсақ, арнайы геоборд пен безибордтар бар. Бұл жерде геоборд пен безибордты бала жеке жұмыс жасайды. Ол не ол геоборд пен безиборд? Безиборд деген енді үйшік ретінде орналасқан болады, жарда орналасқан болады. Оның барлығы қазіргі қоршаған ортаның дамуына байланысты баланың саусақ моторикасымен, мысалы, кілтті ашу. Қазір үйдің күнделікті өмірде кілтті бізді балдар ашып жаба алмайды ғой. Арнайы макеттер арқылы сол өмірлік тіршілікке қажетті дағдыларды сол жұмыстарды жүргізіп отырады. Практикалық сабақ ретінде. Геоборд пен безиборд біздің балабақшамызда өте толық қамтылған. Өте керемет. Ал енді қаржылық сауаттылық ше қазір маңызды, балабақшада балаларға үйретіле ме қаржылық сауаттылық туралы білім? Енді ол дейтін 5 дағдымыздың ішінде программаға кіріп тұр. Сосын қосымша қызмет бойынша да арнайы сол өзінің жұмыстарын әр топта баланың жас ерекшелігіне байланысты мектепке даяқ топтарында өткізіледі. Өте керемет. Балалардың енді болашақта кім болам дейді, жалпы қазіргі балалар, солардың бір болашақта кәсіби бағдар беруіне қатысты жұмыстар жүргізіліп жатыр ма? Балаларға қатысты. Олар қазір бір сондай бір армандары бар ма балалардың? Мен осындай болсам екен ғой деген сияқты. Соның дұрыс жол таңдауына қандай ықпал беріледі балабақша қазіргі кезде? Қазіргі уақытта біздердің балабақшада жаңағыдай мына айттым ғой, бірнеше технологияларды қолға алып отырмыз ғой. Сол балаға біз алға қойған жол көрсету барысында технологиялардың бірнеше түрлерін, мысалы, например, ғылым зерттеу жұмысы. Бұл жерде бала өзі зерттеп, су арқылы, құм арқылы, жаңа планетарий, ғарыш арқылы зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Сол кезде, например, ол бала жаңағыдай мен осындай болғым келеді. Например, ғарыш арқылы зерттесе, оны ғарышқа байланысты жұмыстарын жүргізсе, мен, например, космонавт болғым келеді деп айтады. Одан бөлек бізде енді балабақшамызда әр мамандық бойынша, сюжеттік ролдық ойындар бойынша бұрыштар бар. Енді мамандықтың жылы ғой, биылғы жыл. Енді бұл жерде дәрігердің бұрышына байланысты дәріхана деген бұрыш бар. Бұл жерде бала қалай емдеу керек, екінші баланы қалай жүзушіге звондау керек, оған қандай жұмыстар жүргізу керек, соны барлығын сол жерде көрсете алады. Жалпы сіздерде сондай мамандықтарға арналған бұрыштар бар, өзі балаларға солар көрсетіледі. Балалардың әйтеуір сол мамандыққа деген сүйіспеншілігі ашылатындай бір жағдайлар істелген, өте керемет. Енді балалардың енді
мынадай жағдай жасалғаннан кейін бір балаларда бір проблема болмайды шығар, иә? Әлде сіздерде бір белгілі бір мәселелер бола ма балалармен жұмыс істеуде? Енді дейтін жұмысты жасаған уақытта балалармен, әр баламен ерекше жұмыс жасау, енді ол 25 бір топта 25 бала. Ерекше жұмыс жасау бойынша Экер шкаласы деген 5 дағды бар. Бір топта, мысалы, мектепке даярлық тобында Экер шкаласы бойынша 5 бөлімге бөлінетін 5 дағды бар. Бұл жерде шығармашылық топ бойынша бала шығармашылыққа байланысты жұмысы не істесе, жасағысы келсе, оны өзінің сол бұрышында жұмыс жасайды. Жоқ, жалпы былай, балалардың тәрбиесінде мысалы күйде бағынбайды, тыңдамайды деген сияқты білім алуы. Әр балабақшада ондай қиындық тудыратын балдар бар ғой, оған жеке жұмыстарды жүргізетін, жаңа айттым ғой, кабинеттер бар, жеке жұмыс қызығушылықты арттыру үшін арнайы кабинеттерде ол, жаңа айттым ғой, бала безебортпен жұмыс жасаған уақытта, ол саусақ моторикасы дамыған уақытта, оның ми қиылысы дамып, ой өрісі дамиды. Сондықтан ол бала ол жерде мысалы таспен жұмыс жасап отырса, сол таспен жұмыс жасап жатқан уақытта ол бала ол тентек болмайды. Например, сурет салып отқан бала, өзінің қиялы бойынша сурет салып отқан бала, ол басқа балдарға. Сол тәрбие жағынан сұрақ қойғанмын ғой, сол былай болады, иә, ондай нәрселер. Бірақ оны сіздер әйтеуір шығармашылық түспен түзеп жатсыздар, иә. Өте керемет. Ал енді ата-анаға былай көмек сұрап жазып тұрасыздар ма? Ата-анамен қарым-қатынас жұмыс тығыз жұмыс жүреді. Міндетті түрде, иә. Иә, ашық есік күндеріміз жүргізіп отырамыз жоспарлы түрде. Және де ата-аналарға мына әлеуметтік желі бойынша, Инстаграм желісінде қандай балабақшада жасалып жатқан жұмыстардың барлығы Инстаграм желісіне салынып отырады. Біздің балабақшамызда тәрбиешіден бөлек тәрбиеші көмекшісі деген бар. Ол тәрбиеші көмекшісі мына тәрбиеші жұмыс жасап жатқан уақытта соны жаңағыдай видеоға түсіріп, суретке түсіріп, сол неге тәрбиешіге көмек көрсетеді. Сол жұмыстарын тәрбиешілер сосын неге жаңа Инстаграм желісіне салғанда ата-ана сол әлеуметтік желіден көріп, өзінің баласының жұмыс жасап жатқан, өзінің баласын оқып жатқан, білім алып жатқан, тәрбие алып жатқанын, ең бірінші енді балабақшаның жақсы болуы үшін бұл жерде педагогикалық ұжым жоғары деңгейде болу керек. Бір-біріне көмектесу арқылы ата-аналарды хабардар қыласыз. Екіншіден, баланың білім сапасы әрдайым қадағалап отырылу керек. Ол енді оны айтылды, иә. Енді үшіншіден мен ойлаймын, баланың қауіпсіздігі бірінші қолға алып, әрдайым қауіпсіздік ұмытпай жұмыстар жүргізіп отыруымыз керек біздер. Ол енді жүргізілетін. Дамытушы ортамыз дұрыс болмаса, біздің онда жұмыс жүрмейді. Ата-ана турасында сұрағым келген ғой енді. Ол жақтар енді былайда айтылатын нәрсе ғой. Қазіргі уақытта енді ешқандай да ондай мәселелер туындап тұрған жоқ. Қанағаттандым, рахмет. Жақсы. Ал енді бала бағу, балабақшаның балаларын бағу енді сәл күрделірек секілді ғой негізі. Осы орайда сізде бір мынадай бір сәт болған жоқ па? Мен мамандығымды өзгертсем ғой деген сияқты, болмаса бір балабақшамды өзгертсем ғой деген сияқты бір ойлар туындамады ма? Мүмкіндік берілсе не өзгертер едіңіз? Ең алдымен менде ондай ой болған жоқ, себебі ата-анам ұстаз болған, ұстаздар әулетінде осындай тәрбиеленіп, кішкентай кезімнен осылай құрметте өстіңіз. Ұстаздарды құрметтеумен өстім. Жалпы енді ата-анаңыз, отбасыңыз енді ұстаздар қауымы болған екен ғой. Ұстаздар болған ұстаздықты дәріптеп жүреді. Сондықтан осы мамандықты бала кезден негізі сол армандап өскен екенсіз, өте керемет. Ал енді сізге қоятын қорытынды сұрағым, осы Шаттық балабақшасының алдағы уақытта Шаттық балабақшасын қалай елестесіз, қандай жоспарларыңыз бар осы балабақшаға? Мен ойлаймын, Шаттық балабақшасының, номер 48 Шаттық балабақшасының болашағы жарқын деп ойлаймын. Себебі бұл жерде педагог құрамы өте жоғарғы деңгейде. Және де дамытушы ортасы өте жаңа қамтылған. Барлық жабдықтармен қамтылған. Себебі енді жаңа айтып кеткендей, ең бірінші бізде дамытушы орта, одан кейін педагогикалық құрам жоғарғы деңгейде болса, жұмыс жүреді деп ойлаймын. Өте керемет. Ал енді мақсат қойсақ, ең бірінші мақсатымыз Жақсыл балабақша бойынша, жоба бойынша алға қойған мақсаттың бірі, жоба бойынша біздер көгалдандыру алаңын жасағымыз келіп отыр биылғы жылы. Жаңа бағдарламасы бойынша. Ал екіншіден, IT технологиясы бойынша, жасанды интеллект бойынша қолға алып, әр топта
осы құрал жабдықтармен қамтамасыз етсек. Бізге ала қойған мақсаттың бірі. Заман талабына ілесу арқылы алдағы уақытта кекшілерден көрінеміз дейсіздер ғой, тілектесім көп. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта болған тек қана балабақшадағы оқушылардың ғана емес, жалпы мектепке дейінгі білім беру саласына үлкен елеулі үлес қосып жүрген Назгүл ханыммен сүбелі сұхбат болды деп есептейміз. Назгүл ханым, сізге көп рахмет бүгінгі сұхбатқа келіскеніңіз үшін. Сіздің сөзіңіз арқылы қаншама басшылар, балабақша басшылары өздеріне деген инсайттар алады деген үміттемін. Менің өзім сізге сұхбаттасып отырып түрлі балабақшаңыздағы техникалар, трендтермен танысып, кәдімгі ырза болып отырып шыны керек. Ал ендеше құрметті достар, бүгін біз сіздермен қоштасамыз. Келесі кездескенше, келесі шығарылымда асыға күтеміз. Сау болыңыздар.